Салем достар, Ханчайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жүзім және бананнан жасалынатын балмұздақ жасап көрсетемін. Ол үшін маған қажетті заттар 150 грамм жүзім, 2 банан, 1 активия йогурты және де мед қажет болады. Алдымен балмұздақ жасамас бұрын жүзім мен бананды тоңазытқышқа 5 сағатқа қойып алдым. Яғни біздер барлығын қатырып аламыз. Содан кейін блендерге мұздатқыштан шыққан банандарды саламыз. Оның үстіне жүзімдерді саламыз. Үстіне 1 қасық балды қосамыз. Оның үстіне 100 грамм йогуртты қосамыз. Қос болғаннан кейін араластыруымыз қажет. Блендерге өткізіп болдым. Болғаннан кейін арнайы осындай ыдысқа құюға болады, немесе үйлеріңізде осындай стакан болса, стакандарға құйып, дайын күйде ұсынуға болады. Екі сағатқа мұздатқышқа салып қоямын. 2 сағат өткеннен кейін балмұздақты мұздатқыштан алып шықтым. Осындай болуы қажет. Қатады. Енді оны ыдыстарға саламыз. Осындай ыдысқа салып болдым. Енді осы балмұздақтың дәмін татып көреміз. Дәмі өте керемет. Бұл яғни денсаулыққа өте пайдалы. Ішінде ешқандай да қоспалар жоқ. Бұндай балмұздақтарды банан, құлпынай, таңқурай, алма сияқты жемістерден жасап көріп жеулеріңізге болады. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписация мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.